Бүгінгі Review Weekly'де қонақта әнші, композитор Ғазизхан Шекербеков. Жуырда жеке концертін өткізетін музыкант тыңдарманын қалай қуантпақ? Тұрармен жасап жатқан дүние сондай бір қызықтау. Композитор өзінің әнін өзгелер орындайтынына көңілі тола ма? Аналардың хит болып кетті. Сен кім, мен тыңдамаппын, сол сенің ашуыңа тиеді. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын дәл қазір біле аласыз. Қайырлы кеш достар, сіздермен Review Weekly. Эфирде мен Ержан Мұхатаев және менің сұлу әріптесім Айшвария Рай, қазақша нұсқасы Анара Батырхан. Вау, өте тамаша. Және де, біздің қонағымыз таңғалып отырған сияқты. Біз бейсенбі студияда қонақтарды қарсы алатынымызды білесіздер. Бүгін студиямызда қонақта әнші, композитор Ғазизхан Шекербеков. Ғазизхан, көргенімізге қуаныштымыз. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй жақсы. Не деген стиль? Шашты өзгерткен сияқтысың, шаш үлгісін? Шашты өзі бір-ақ нәрсе бар, өзгерте береді менде осы шаш басқа жерге. Күшті жарасады, Стилистіңіз бар ма? Стилист жоқ менде, негізі өзім осы бірдеңе кейде дұрыс шығады, кейде дұрыс шықпайды. Кейде біреу, вау, күшті дейді, біреу ертесіне не киіп ағасын дейді. Бүгін барлығы дұрыс шықты. Бүгін дұрыс болып болды. Ғазизхан, енді сені біз хитмен деп атасақ артық айтқанымыз емес, өйткені көптің жүрегінен ерекше орын алған тамаша әндердің орындаушысы өзіңсің, білеміз. 2 мамыр күні J-Music атты үлкен ән кешіңді бересің, дайындық қалай болып жатыр? Дайындық жақсы, жоқ, қобалжу жоқ, концертке үйренгенбіз, және бұл менің осы мен байқағаным осы ең бір сүйікті ісім, және осы сәттер ең қызық кезі. Дайындық, кезеңі. Дайындық кезі, Өйткені оның бәрін дайындалып, сонша концертке дейін қанша уақыт болса, соның бәрінде сол күшті сәттерді жүресің да. Сосын, мысалға мен жаңағы программамды қойып қоямын, қаншасыншы әнге келдім, бұдан кейін не еді деген сияқты. Сол көздерде жаңа 3 ән қалғанын байқаймын ғой, қимай атам. Біткенін қаламайсың ба? Біткенін қаламаймын, мәссаған болды ма не деген сияқты. Сондай бір болады да. Сондықтан осы сәттердің бәрінен рахат алуға тырысам емес, ол өз солай болады, өзі солай рахат. Бәрі күшті. Анар 2 мамыр Ғазизхан үшін тек концерт беретін күн ғана емес, ол күні өзіңіздің туған күніңіз екен. Бұйырса 35 жасқа толайын деп жатыр екенсіз. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын деп айтқыңыз келеді. Жалпы концертке дайындық қалай болып жатыр? Тосын сый мүмкін көрерменіңізге дайындап жатқан боласыз? Туған күн болғандықтан мүмкін бір тосын сый болатын шығар. Менде енді 1-2 ойлар бар, бірақ ойлардың бәрі әлі шашыраңқы. Қазір енді мен осы сіздерден шыққаннан кейін жаңағы менің Фархат Молдағалиев деген құрдасым бар. Концерттің режиссері, біз білеміз. Концерттің режиссері, осымен 2-ші жыл. Сонымен енді шашыраңқы ойларымды оған тастаймын. Сосын ол тыңдап көреді, мына жерін былай алдың концертте де солай бір апарғам. Сосын ол жинап берді, мына жерің жақсы екен, мынаны істемей қой деген сияқты. Сөйтіп бір және бір кеңестерін айтып, мынадан кейін осы жаңағы ойымды осы жерде істесең, әдем кетеді деген сияқты. Ол енді күнде театрда жүрген адам ғой. Жеке ән кешіңнің қонақтары белгілі композитор Секен Тұрысбековпен қатар қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыздар Мейрамбек Беспаев, Қазбек Құрайыш, Тұрар, Диана Исмаил, Еркеш Хасен екен. Концерттің тағы қандай ерекшеліктері бар? Жалпы енді бұл кісілердің бәрімен жақсы, тығыз байланыста кез келген әнімізді бір-бірімізге көрсететін бауырларым, ағам, ақылдасамыз. Содан кейін де бұл қонақтармен маған концерт жасау оңай. Оның ішінде ең енді қиын деп айтуға да келе ма, келмей ма, Секен Тұрысбеков ағамыз. Мен жалпы жақсы көремін. Сол кісінің домбыра ойнасын, сол кісінің шығармасын. Сол кісі домбыра ойнаған кезде бір домбыраны езіп ойнай ма, бір енді білмеймін, енді домбыра виртуоз дейсің ғой кәдімгідей. Расында енді сол кісінің маған бөлек әсер етеді. Сондықтан енді сол кісінің аман есен жүрген кезінде бір естелік жасағым келеді. Бір Секен Тұрысбеков деген бір тарихта қалатын кісі ғой ертең. Және ол кісінің маған көзқарасы өте жақсы, менің әндерімді мақтап жүреді. Мен бірінші рет сол кісімен амандасқан кезде қорқып амандасқам, бірақ менің әндерімді ұнатады деп ойлаған жоқпын. Ол менің болған жоқ, или мені танымайды, или мені ұнатпайды деген ой болды менде. Бөлек әсер болған шығар. Ол танысқан кезінде білем, сен молодец, жақсы деген кезде мәссаған қуанып кеттім. Жалпы концертте бұйырса жаңа релиздер бола ма әндердің? Бұл жолы мен сол көп не жасайын деп тұрған сияқтымын, тәуекел жасайын деп тұрған сияқтымын. Өйткені концертте негіз көбіне жаңа әндер негізінде мен ойымша керек емес ау.
өйткені халық сенің жақсы көретін білетін хиттарын тыңдағысы келеді. Десе де жаңа әндер болады ғой, бірақ дегенмен көп болған керек емес та негізінде. 5 ән деген жаңа ән қалай қабылдайды екен? Жаңа форматта бар ма релиздердің қатарында? Иә. Тұрармен жасап жатқан дүние сондай бір қызықтау, басқа мүлдем, басқа бір ырғақта бола ма? Иә, басқа ырғақ. Ол да айтпаған ол ырғақта, мен де айтпаған ол ырғақта. Сондықтан бір қызық болады ау деп ойлап тұрмын. Эксперимент болады. Эксперимент жасап жатырмын жалпы. Дұрыс. Былтырғы концертте сіздің сахнаны жандырып тұрып билеген есімізде. Иә, сөзімізге дәлел болсын. Алдыңғы жылғы кешіңізді әріптестеріміз қонақ болып сюжет ұсынған еді. Атмосфераға толы концерттен үзінді тамашалайық, сосын сұхбат жалғастырамыз. Сен бұл биді танисың ба? Биді? Иә. Танисың ба? Сен өткен композитордың концерті туған күнімен тұспа тұс келді. Ол 34 көктемін Республика сарайында 3,5 мың адаммен қарсы алды. Ғазизханның өзі сағат тілі 12-ні соққаннан телефонға тыным жоқ дейді. Сондықтан әртіс уақытша байланыс аясынан тыс жерде. 1-2 күн болды, ұйықтай алмай, ми өшпейді, ойлана беремін. Уайым емес ол, ондай анаған бүйтіп сандадым мен, шешіп қойдым ба деп. Тұра береді, ана ойланып ше, өшпейді. Сосын барып телефонды өшіп тастап, ұйықтауға тырысқаным ғой. Вау! Свет өшіп қалды. Тамаша, иә. Мен шынды айтсам, Ержан, осы концертті ана жолы қарасам, мамам қарап отыр екен. Толықтай концертті. Сосын бірге отырып көрдім, тамаша. Өзіме қызық болды, жасағым келді, өзім тексергім келді. Және ол концерттің атмосферасында халыққа өтетінін білем. Және білмеймін, жалпы өзім көрген кезде жаңа өзім биіме қарап күлем. Не істеп жатсың деп. Дегенмен өкініш жоқ. Оның өзі де ерекшелік қой, негізінде ізденіс үстінде болу. Енді көріп тұрғандай, бұл сюжетте біздің НТК арнасы ұжымы барып қайтты. Осы жолда қонақта боламыз бұйырса. Енді айта кетсек, эстрада жұлдыздары қатарында ең көп дуэті бар деген атаққа ие сенсің. Барлығы өздері ұсыныс жасай ма, әлде дуэт орындаған жақсы көресің бе өзің? Тоқтатам деп ойлап жүргенім, керісінше қосылып бара жатыр. Сосын ойлаймын. Егер ұсыныс жатса не? Жоқ, біреу ұсыныс бар, біреуінде бірге студияда отырып, бірге айтып көре саламыз деген сияқты. Ұнап қалады. Иә, ұнап қалады. Болмаса, бір әнді мен өзім айтам деп жатсам, екінші әнші сұрайды да. Сосын оны да көңілін қимын келмейді, өзін де айтқым келеді. Сондай кездерде онда дуэт орындай салайық. Саған да сол сізді ең ақ көңіл әртіс деп білеміз шынымен де, о жағы. Сондықтан сондай дуэттер ғой көбіне. Менің білуімше концертте Ғазизхан өзінің әйелін отырғызып қойып қарама қарсы, ән арнаған болатын. Сол кез есімде. Залдан шығарып, қандай керемет сәт. Мен деген кәдімгідей өзімде бір армандап қалдым, осылай болашақта менің күйеуім концерт жасап жатса, ортаға шығарса деген сияқты. Менің жалпы сол өзіммен қатар құрдас достарым, концертке келген, жаңағы келіншегіме келгендер, соларға ұнаған жоқ менің ол тірлігім. Неге? Енді жоқ, әйелдеріне ұнады, жаңа өзіңіз сияқты. Достарым ұнаған жоқ. Олардың әйелдері сұрап бастайды ғой енді, Ғазизхан сияқты болмайсың ба? Сен бәрін бүлдіріп кеттің деген сияқты. Және сенен күткен жоқпыз осындай деген нәрсе болды. Көптеген әртістер әндерді кавер нұсқада орындап жүр, барлығы да сәтті шықты, тіпті халықтың ерекше қошеметіне де қазір бөленуде. Сол кезде өз туындыларыңды қызғанып қалатын бір кездер бола ма? Күтпеген жерде атып кетті ғой мына ән деп. Иә, релизіңді орындаған үшін олар лайықты бір гонорар төлей ме? Жоқ, оның ешқайсысына мен гонорар алған жоқпын. Рұқсатын алды ғой бастысы. Өзіңнің әнің жалпы сол сені құтқаратын сол. Өзің жазған ән болғаннан кейін сенің әнің бәрібір халыққа жетіп отыр. Сен жаздың оны. Сен жүрегінен шыққан ән, сен оның қиялдаған, құрастырған нәрселердің бәрін халық осылай өзіңше жеткіздің. Бір жағынан жарнама, жақсы жарнама. Өзіңше жеткіздің, өзің аудиторияң, тыңдармандарың ғана тыңдап жүрді. Бұл кісілердікпен басқа да тыңдармандар тыңдады дегендей. Сондықтан ол жағын бәрі ешқандай да көңілге тимейді бәрі. Қызғанғанда жоқсың. Бір не жаңағы адамдардың келіп жаңа сенің реакцияңды көргісі келетін нәрсе сол сенің ашуыңа тиетін, сол ғана ол жерде.
аналардың хит болып кетті, сенікін мен тыңдамаппын. Ондайлар көп болған шығар. Иә, ондай көп болды. Ақтөбеде өткен бір концерттердің бірінде қатты еркелеймін деп бір әннің сөзін ұмытқан кезде еркелейін деп емес ол. Ол қалай болды сонда сол? Жалпы болып тұра ма концерттерде? Ұмытып қалдым, бірақ мен ана әнді айтамын, мынаны айтамын, сосын ләңгін айтамын деп өзім құрып қойдым да әндерді. Сосын ләңгін айтатын кезінде бір өзімен өзі маған сұрақ келді, сол сұрақ мені бытшым жарып кетті ақырында. Қандай сұрақ? Бастап атқан кезде осы әнді айтпағалы көп болды деп өзіме өзі сұрақ келді. Сол сұрақ басталғаннан бастап, бір куплеттің қайырмасын айтып біттім, молодец, шатаспадың, сөзінен кетпедің. Енді екінші куплетінде қалай еді? Осы сұрақ бір кезде пүп өткізіп өшіп тастады ғой бәрін. Сөйтіп? Айтып жүрген өлең ғой кәдімгі. Өшіп қалды. Жоқ анау. Халық шулап жатыр ар жақта, осындай, бірақ бәрі қосылып айтқан кезінде түсініксіз болып жатыр да, не дейді. Сонымен бір кезде бір бәле өтіп кеттім де, бір жерінен өте алмай тұрмын сол. Одан кейін есімде тұр. Сол жерінен деп өтті әйтеуір. Анадан болмай кетті, өйткені өтпесе. Сөйтіп болмай бір қалай бітті? Өтіп кеттім де, ары қарай келесі сөзді бастап кеткен кезде мен сахнаға тұрып өзім күліп жібердім. Не істеп жатырмын? Жалпы ондай сәттер менде өте көп. Жігіттер, біздің әңгімеміз қызып жатыр, десе де жарнамаға кезек беретін сәт келді. Сәлден соң қайта жалғастырамыз. Ал біз жарнамадан оралдық. Бүгін бізде қонақта әнші, композитор Ғазизхан Шекербеков. Айта кетейік, кейбір көрермен хабардар болмауы мүмкін. Ғазизхан Шекербеков Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, термеші, балауса және қажымұқан атты бір қатар цирктердің басшысы болған Нартұлға Жандарбек Шекербековтың ұлы. Яғни Ғазизханның өнерді сүйген азамат болу жайдан жай емес. Қазір сен де балаларыңды өнерге баулып жүрсің бе? Әлде таңдау қоясың ба өзіне? Иә, әрине, біріншіден осы сіздердегі осы бағдарламада, осы Алматы қаласында жүрсем де, бірақ менің әкемнің сондай қызметтер, сондай өнер жолында болған айтып өтулеріңіз мен үшін өте бір жылы естілді. Давай обнимемся. Рахмет. Өйткені ол кісі оңтүстікке танымал болғанмен енді Қазақстанды тани бермейді, бірақ оңтүстікте өте танымал, және сол кісінің баласы ғой деп мені сыйлайтын кісілер өте көп. Өзімде емес, әкем үшін құрметтейтіндер де өте көп. Ал енді ұлыма келетін болсақ, қыздарыма келетін болсақ, мен ұлымды Жұбанов мектебіне бердім. Жұбанов мектебінде 2-ші сыныпты бітіріп жатыр қазір, аяқтап жатыр, фортепиано сыныбында. Енді ол өскеннен кейін бәлкім сол инструментпен ары қарай жалғастырмайды, ол енді өзінің еркісінде. Қалған үшеуі әлі кішкентай, мектепке әлі бара қойған жоқ. Сосын көрерміз енді уақытысында. Анар тағы бір қызықты ақпарат. Ғазизханның есімі Ғазизхан емес, Нұрдәулет болып аталуы мүмкін екен. Вау! Сол туралы айтып жүрсеңіз. Яғни біз қазір Нұрдәулет концертке дайындық қалай деп айтуыңыз мүмкін еді. Бірақ Ғазизхан саған көбірек жарасады. Үйреніп қалдық, иә. Нұрдәулет деген менің анамның ұнататын есімі ғой. Бұрында маған сол Нұрдәулет деген есімдер ұнайды. Сен де атын солай қойғым келетін деп өзім бір айтып қойғаны бар ғой. Қоям деген емес, жалпы сондай бір ой болған да. Менің есімімді біздің әулеттің бала-шағасының бәрін біздің әкемнің анасы қойған. Бәрінің есімін. Ғазизхан, Мадихан, Абылайхан, Азатхан, Әділхан, бізде жартысы хан, жартысы кен, бәйкен, әлкен, қаскен, нұркен деген сияқты. Бәрін сол кісі қойған. Жиі саяхаттайсың. ақш, Түркия, Египет, Жапон елдерінде болдың қаңтар айында. Үнді мемлекетіне барып қайттың, мен де барып қайттым, я. Оған қоса арнайы шабыт іздеп барған екенсің үнді еліне, я. Шынымен де шабыт іздейтін жер ойың іске асты ма? Енді мен бұл жердегі көзқарасым мынандай, Самал әпкеміз актриса сол шығып бір күшті әңгіме айтады. Африкаға барған кезімде мен ойлайтын едім, бұл аш адамдар өте қиын өмір сүріп жатыр, суы жоқ, басқасы жоқ, тамағы жоқ. Мен соларға бара жатқан кезде өте жүрегім ауырып бардым. Бірақ барған кезінде олардың көзіндегі жанып тұрған отты көрдім, олардың билеп жүргенін көрдім. Бұлар ашпын-ау демейді, бұлар кәдімгі тамақпын-ау демейді. Біздің көзқарасымызда байлық деген жаңағы үйің, машинаң, жағдайың, ақшаң солай ғой. Енді бұларды қарасақ, олардың біреуі де жоқ, бірақ олар бізден қарағанда бақытты дейді да. Сосын айтады, мен сол кезде түсіндім дейді, Құдай
бұларға бізге көрінбейтін бақытты беріп қойған. Біз сезінбейтін. Біз оны никогда сезіне алмаймыз ол бақытты. Бірақ олар сезіне алады. Сондықтан кім бақытты біздің арамызда дейді? Үлкен сұрақ қой. Кім? Өте үлкен сұрақ. Сол әңгіме мен үшін сол Африка еліндегі сондай тұрып жатқан адамдарға қатысты сияқты, сол әңгіме жаңағы Индиядағы сол шөпте тұрып жүрген адамдарға қатысты сияқты. Мен жалпы сол бақытты адамдардың түрін арасына көргім келді. Ғазизхан тағы да бір қырын таптым, философ екен. Шынымен де ол кәдімгідей философия. Таза философия бұл деген. Сондықтан мен де бәр жақта осы сөзді айтып отырамын. Сондықтан мен соны көрдім, және расында да Индияда көшеде жатса да, басқа қыза да бірдеңесін баласын арқылып жүр. Бірақ расында да бір жылап тұрған түрді көрмейсің. Ол сол өмірі сондай, Құдай соған сондай өмір берді, естіген ол. Жүр, ол үшін, ол мысалға телевизор, тик-ток іштенге бұна әлемде басқа жақта не болатқан білмейді ол. Ол сол өзінің айналасындағы өмірмен өмір сүріп жатыр. Оны бақытсыз деп айта алмаймыз біз? Айта алмаймыз. Мүмкін бақытты шығар. Жаңа өзіңіз айтқандай. Өте дұрыс. Қандай керемет сұхбат болып жатыр. Ғазизхан, болашақта спектакль ойнайын деп жүрген жігіттің өлең оқу қалай деп парақшаңа бейнетаспа жүктедің, спектакльмен қуантатының, аспа. Талғат Теменов ағамыздың Махаббат станциясы кино, жалпы сол прозасынан кино түсірілген, соны Сержан ағамыз алып спектакль қояйын деп жатыр. Және жаңадан состав құрып жатыр театрға. Бір өзінше бір не ғой енді? Бір команда құрып жатыр. Басталып кеткен. Соның ішінде мен ол жерде екі орал болады. Мен қазіргі оралмын. Және де баяғы студент кезіндегі орал болады. Және қыз да солай. Соның мен кейінгі оралы болып арасында как рассказчик сияқты ойнаймын. Жаңа спектакльде арасында бір кіріп өтемін. Баяндайтын адам. Жаңа өзімнің баяғы оралыма келіп, ақмақтық істеп тұрған кезде басынан бір ұрам білем, осы жерде ғой сенің қателігің деген сияқты бір сондай жерлері бар да енді. Өзіме айтып тұрмын ғой енді. Сондай бір жақсы құралып келе жатыр. Ол Алла қаласа негізі апрельде болады деді, болмай қалды. Енді осы майдың аяғында деп жатыр. Маған өзіме өте қатты күтіп жүрген жұмыстың біреуі ол. Өнер адамы ретінде шығармашылық жолда өзің ұстанатын принциптерің бар ма? Ондай дымда жоқ. Мен сол нәрсені істеймін деймін да, бір күн істеймін, ертесіне қайтадан жаңағы ұмытып кетемін. Сен тойға барған кезде, менде бизнес класс болсын, 5 жұлдызды қонақ үй болсын деген талап жоқ. Жоқ, талап болғанда оны көмекшім сөйлеседі ғой. Егер маған бөлек дастархан жасап қойған болса, бірақ менің достарым бәрі ана жақта отырған болса, маған сол қызық. Маған мына жерде бүйтіп отырған қызық емес, аналармен отырған қызық. Сондай сияқты жерлер ғой айтып жатқан. Ал енді бірақ оны сырттан көрген адамға ол кішкене андай болып көрінеді енді. Ауылдың музыканты сияқты көрінуі мүмкін енді. Арасында бір ұстап қалады, мен де очкиімді тағып алайыншы қазір. Ондайды істей аламын негізінде. Сен очкиін келсең басқа адамсың болды. Сонымен біздің бағдарламамыз бітейін деп жатыр, сол жақсы болды. НТК арнасы қашанда сенің жаңалықтарыңа қуанады, біздің диванымыз әрқашан сен үшін дайын. Алтын уақытыңызды бөліп бізге. Концертте тек қана сәттілік тілейміз. Біз күмәнданбаймыз жақсы өтетініне. Болды, шеше берейін, шеше берейін, болды. Алтын уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге көп рахмет. НТК арнасы әрдайым осы диванда сізді көргенге қуаныштымыз. Тыңдарманға айтар жылы лебіздер болса, ізгі тілек болса, мархабат. Елім заман болсын. Қазіргі мына Инстаграм заманында, тик-ток заманында неше түрлі нәрсені идің арқасында жасай береді. Сондықтан көп нәрсеге сене бермеу керек деп ойлаймын. Жақсы нәрселер ойласақ, өмір жақсы болады. Бар десек бар, жоқ десек жоқ дегендей бәрі бар болсын. Аман болайық. Не деген керемет сөздер. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған әнші, композитор Ғазизхан Шекербеков. Уақыт бөліп келгенге тағы да көп рахмет. Неге біз айтып жатырмыз, уақыт бөліп келгенге рахмет, себебі қазір өзің біліп жатсың, әр адамда қазір уақыт бір тығыз өте уақыт тез өтіп жатыр. Сол үшін әр уақытты пайдалы етіп өткізейік, өнерде де, өмірде де жолың болсын. Біз сені жақсы көреміз. Алдағы кешің ойдағыдай өтсін. Ал достар, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі аптаға дейін сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Қыз Стор дүкеніне алғыс білдіреміз. Жүргізушіге киім ұсынған 3 Кардеш дүкеніне алғысымызды айтамыз.